Словесник орыс тілі және әдебиет әдістемелік бірлестігі. Әдістемелік бірлестігінің тақырыбы оқытудың жаңа цифрлық технологияларын оқу үрдісінде пайдалану арқылы оқушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беру. Әдістемелік бірлестігінің жұмыс мақсаты нәтижелі, сапалы білім бере отырып, оқушының жеке және кәсіби дамуын жетілдіру, цифрлық технологияны қолдану, дәрежесі биік, бәсекеге қабілетті, ертеңгі дамыған қоғам ісін қалыптастыратын ұшқыр ойлы ұрпақ тәрбиелеу. Әдістемелік бірлестігінің жұмыс міндеттері: әдістемелік 10 күндіктер мен түрлі іс-шараларды сапалы өткізу, жаңа цифрлық технологияларды сабақтарда тиімді қолдану, өзара тәжірибе алмасу жиындарын өткізе отырып, жас мамандардың кәсіби қалыптасуын қамтамасыз ету. Әдістемелік бірлестікте 24 мұғалім жұмыс істейді, барлығы жоғары білімді. Әдістемелік бірлестік жетекшісі Кадырова Расима Кабыкеновна, жоғары санатты 1 мұғалім, педагог сарапшы 10 мұғалім, педагог модератор 5 мұғалім, орыс тілі мен әдебиет пән мұғалімдері, жас маман 2 мұғалім, орыс тілі мен әдебиет пән мұғалімдері.